Сәлем құрметті тыңдарман. Арнама тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Рахмет. Әлеуметтік желіде жиі отыратын адамдардың бірімін. Кеше сол өсекторды ақтарып отырып, Мира деген бір келіншектің жазбасына көзім түсіп кетті. Оқымаса болмады. Өйткені ойнас, көңілдес деген жазбаларды ешбір еркек жібермейді. Мен де сол. Бірінші күйеуімнің көңілдесіне айналдым деген жолдарды шалып қалған соң, келіншектің жазбасын оқуға деген қызығушылығым оянды. Оқып шығып ойланып қалдым. Сосын астына арсыз қатын екенсің деп бір ауыз пікір жаздым. Неге арсыз қатын деп жазды дейсіздер ғой? Онда әлгі келіншектің жазбасын тыңдаңдар. Мен міне бірнеше ай болды бұрынғы күйеуімнің көңіл көтеретін ойнасына айналдым. Онымен 2 жыл бұрын ажырасып кеткенмін. Өңді, денелі жігіт еді. Бизнеспен айналысады. Ортамызда 3 жасқа келген бір бала бар. Бірақ күйеуімнің мінезі солай ма, білмеймін, боқауыз. Көрінген нәрсеге бола мені боқтап, кейде елдің көзінше ұрып та тастайтын. Онымен бірге қонаққа барудан қалдым. Үнемі мені жұрттың көзінше келемеждеп, кекетіп, мұқатып отыратын. Бұл бейшара қатын маған кездесіп адам болды ғой. Тексіз, қайыршы отбасынан шыққан қыз ғой. Күйеу бала ретінде жылына 1 рет қонақ болып үйіне барсақ, шешесі рошки, вермишель пісіріп алдымызға қояды. Ондай масқараны еш жерде көрмеппін деп, достарының ортасында мені мұқатып отырғаны. Ер азамат болып, басқа әңгіме айту жоқ. Өзге еркектер әйелін қолпаштап, қайын жұртын жоғын жасырып, барын асырып отырушы еді. Менің күйеуім керісінше сайрайды. Қажеті қанша, қаза беріп, қалай десең де әйелің мың, ұлыңды бағып, үйіңді қарап, тапқаныңды ұқсатып отырмын. Енді маған не дейсің? Отбасым, жарым, балам деп күн кешетін кезің жетті ғой десем, ой, маған ақыл айтпа, сен кімсің? Тексіз мұйғыла деп жуан жұдырығына ала жүгіретін. Содан бірнеше рет тексіз қайыршының қызы, кет, мен дұрыс жерден қыз аламын деп ұрған соң ажырасып кеттік. Ол менде қалды. Ол баласын да, мені де артымнан іздеп келмеді. Сөйтіп жүргенде Досымбек ағаны кездестірдім. Өте қарапайым жан. Менен 20 жас үлкен. Сөзімен жарасып, шаңырақ құрдық. Ол менің баламды өз баласындай көрді, шеттетпеді. Ұлым деп еркелетіп, ойнатып жүргені. Бақытымды енді таптым, тәуба, ұзағынан болғай, деп ішімнен тілеу-тілеп жүріп жаттым. Қызды болдық. Досымбек жұмыста, одан қалса кітапханада отырады. Докторлықты қорғаймын деп жүгіріп жүр. Бір күні адресі қайдан тапқаны белгісіз, бұрынғы күйеуім Жомарт келіп тұр. Сәл ішіп алған сияқты. Өңі қызарып кеткен. Бір пәле жасады-ау деп шошып кеттім. Досымбек жұмыста еді. Қорыққанымды білдірмей салқын қарсы алдым. Кішкене қызым бесікте ұйықтап жатқан, ал ұлымыз балабақшада. Ұлым қайда, көргім келеді деді. Оны қайтесің? Өзің ғой, бала қажет жоқ деп отказ берген. Енді есіңе түсті ме? Деп едім. Ей, сен не деп тұрсың? Қазір сені бауыздап өлтіріп кетемін деп тап берді. Қорыққанымнан орнымнан қозғала алмай қалдым. Ол мені төсекке алып ұрып, ойындағысын істеді. Қазір күйеуім келеді деп қарсыласқаныма қарамады. Тыр жалаңа шешіндіріп, үстімнен түспей қойды. Рас, ол күшті еді. Төсектегі қимылын айтамын. Екінші күйеуім Досымбек ондай емес. Аптасына төсекте бір болсақ болды. Болмаса ол да жоқ. Үйде түнімен қағаз шұқылап отырғаны. Қашанғы оны күтіп отырамын. Ұйықтап қаламын. Төсек қатынасына тым сирек барамыз. Ал мына Жомарт ондай емес. Төсекте бір жаттық па, түннің бір уағына дейін аймалап үстімнен түспейтін. Айызым бір қанып қалатын. Бұл жолы да солай болды. Күйеуім ұлымды балабақшадан алатын кез келді. Өтінемін кетші деп жалындым. Бір жағынан оның қарулы құшағында жата бергім де келді. Қалай десеңде, алғаш етегімді көтерген күйеуім ғой. Бұдан былай кездесіп тұрайық. Егер қашатын болсаң, ошағыңды ойрандаймын, баламды тартып әкетемін деп қорқытты. Бір жағынан ақшалы адам ғой, біреуді жалдап, қырып кетіп жүрер деп қорқтым. Екінші жағынан
төсектегі қарулы құшағын аңсап, несі бар, бөтен емес, бұрынғы күйеуім ғой, кездесем кездесіп тұрайын деп оған келісім бердім. Міне, содан бері бірнеше ай өтті. Бұрынғы күйеуіммен жасырын кездесіп тұрамын. Оның көңілдесіне айналдым. Кейде ол қайта қосылайық, бәрі дұрыс болады деп қояды. Ол ұсынысын қабылдаудан қорқамын. Досымбекті тастап, Жомартқа қайта барған соң, ол баяғы тірлігіне қайта басама, кім білсін. Басқа еркекті көрдің, біреудің қатыны болдың деп, өткен өмірімді бетіме басып, тағы ұрып соғып, кері қуып жібере ме? Өзімді жаным деп аймалайтын, балаларымды құлыншақтарым деп еркелететін Досымбектен айырылып қаламын ба? Бірақ қашанғы біреудің ойнасы болып, құмарын қандыратын қуыршағы болып жүремін. Досымбек біліп қалса қайтемін, деген ойлар қазір басымды шырмап алды. Бір ақиқат дүние, не бұрынғы күйеуіме қайта қосылу, не қазіргі күйеуімнің көзіне шөп салғанды тоқтатып, бір жағына шығу, екі кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді деген бар емес пе? Маған соның бірін таңдау керек. Не істерімді білмей жүрмін.